Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныпқа арналған People's Book кітабының 68-69 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise number 10. Listen and read. Тыңда және оқы. Суретке қараңыз. It's green classroom day today. Who likes planting flowers? Бүгін жасыл сынып күні. Кім гүл отырғызғанды ұнатады? Me, miss, I like painting too. Мен ханым дейді. Және де сурет салғанды ұнатамын. Енді екінші суреттегі мәтінді оқимыз. What about you, Daisy? Ал сенші, Daisy? I don't like painting, but I like cleaning. Мен сурет салғанды ұнатпаймын, бірақ тазалауды ұнатамын. Үшінші суретке қараймыз. Daisy, give me the green paint, please. Daisy, маған жасыл бояуды берші, өтінемін. Hey, you are. Міне ұста, деп бап қалады Daisy. Sorry, miss. Кешіріңіз, ханым. Now we've got a very green classroom. Енді бізде өте жасыл сынып бар. Exercise number 11. Read the story and choose. Әңгімені оқып, таңда дейді. She likes planting flowers. Ол гүл отырғызғанды ұнатады. Кім ұнатады? Лили немесе Daisy? Жауабы Лили. Екінші сөйлем. She likes painting. Лили, Daisy. Ол сурет салғанды ұнатады. Лили ұнатады ма немесе Daisy ұнатады ма? Лили ұнатады. Үшінші сөйлем. She likes cleaning. Ол тазалауды ұнатады. Лили ұнатады ма немесе Daisy ұнатады ма? Жауабы Daisy. Exercise number 11. Read the story again and answer. Әңгімені қайта оқып, сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Why have they got a green classroom? Нелерден оларда жасыл сынып бар? Біріншісі, the children like painting things green. Балалар заттарды жасыл түске бояғанды ұнатады. Екінші вариант, there is green paint all over the classroom. Сыныптың барлық жерінде жасыл бояу бар. Үшінші сөйлем, it's green classroom day today. Бүгін жасыл сынып күні. Жауабы, it's green classroom day today. Exercise number 14. Listen and read. Make a new dialogue with your friend. Тыңда және оқы, одан кейін өзіңнің досыңмен жаңа диалог құрастыр дейді. Гүлнара, what do you like doing in your free time? Гүлнара сұрап жатыр. Бос уақытында немен айналысқанды ұнатасың? Берік, I like going to the gym. What about you? Мен спортзалға барғанды ұнатамын. Сенші? Гүлнара, I like going shopping with my mom. Мен анаммен дүкен аралағанды ұнатамын. Берік, shopping? That's boring. Дүкенге бару ма? Бұл қызықсыз, дейді. Енді біз көк түспен жазылған сөйлемдерді ауыстырып, жазып басқа диалог құрастырамыз. Біздің диалогты оқиық. Дана, what do you like doing in your free time? Сен бос уақытында не істегенді ұнатасың? Диана, I like reading a book. Мен кітап оқығанды ұнатамын. What about you? Сенші? Дана, I like playing the piano. Маған пианинода ойнаған ұнайды. Диана, playing the piano? That's great. Пианинода ойнайсың ба? Бұл тамаша, дейді. Sound spot. Exercise number 15. Listen, point and repeat. Тыңда, көрсет және қайтала. I, tie, галстук, lie, жату, pie, пирог. Exercise number 16. Complete, then listen and repeat. I like to lie on my tie with a nice pie. Мен галстук үстінде әдемі пирогпен жатқанды ұнатамын.